Бүгін көретіндеріңіз тамаша табиғаттағы теңдессіз көрме. Лепсінің табиғаты әңгіме жоқ, сөз жоқ, өте керемет. Охо! Мына қошқарларды қараңыздар, достар. $100,000 тұратын қазақ қошқары. $100,000 деген сияқты сондай баға. Балдан тәтті Казбиевтің стейктері. Құрметті көрермендер, ас болсын бізге. Жер бетінде жоқ қымыздан жасалған ірімшікті қазақтар қалай ойлап тапты? Бірінші рет деп айтып жатырмыз. Бие сүтінен осы күнге дейін әлемде серуендерін жасамаған. Қой сүтінен жасалған 2 келі ірімшік дәл осы жиында 2 миллионға сатылды. Могу поделиться, килограмм стоит $2000. Бұның бәрі Лепсі 2025 халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесінде. А? Съемочное оборудование алдың ба? Алдым. Сендер кіріп баратсыңдар ма? Я кел, уже тамақ жейміз, ужиннің уақыты келді. Біз Лепсідеміз. Жалпы не керек? Астанадан Алматыға дейін 1200 шақырым, иә? Астанадан Қарағандыға, Қарағандыдан Саршағаннан кейін бері қарай Алматы бар, Алматыдан Лепсіге дейін жалпы не керек? 1800 шақырым жол жүріп отырмыз осы тұтқанда. Совет аяға біз кіріп батырық ішке ал. Жақсанат постелдерімді қойып қойды. Көп рахмет. Осы жерге тоққа жақындау, сондайлау жерлерді алып алайық. Әдемі екен, иә? Жүштеміз ба? Мен мына жерге жатам. Жақсы, иә? Тап-таза, иә? жол өтіп тастады. Так, онда бүйтейік, онда қазір демалып алайық, ертең таңертең алтыда тұрамыз, иә? Алтыда тұрамыз. Келіскен. Лепсі деген енді көп күтетін, бір жыл күтетін шара ғой. Елдің бәрі күтетін, иә? Иә. Әсіресе мал шаруашылығымен айналысады адамдар. Жаке, Ау. осы жер дұрыс па, сақина дұрыс па? Чек. 1, 2. Чек. Осы жер жақсы. Енді осыдан бір 25 жылдай бұрын бізге бір осы өңірдің ақсақалдары звондап, мына өңірде Алматы облысында бәйге өтеді, сол жерге қосатын ат жоқ па деп содан сондай бір ұсыныспен айтып еді. Жақсы бір жылқылар алып, бәйге аттар қосса дегенде. Сосын оны ойладым, ол жай бір күн той жасап, бәйге ат қосып, ушумен сол ары кетсе бір тағамдардың дәмін көріп тарап кеткен. Ол болмайды. Содан ар жағы бір жақсы серпініс болып, сол ауыл шаруашылығы дамуына бір үлес болса деп ойлаймын. Сондықтан айтым, жарайды, жақсы, мен жылына бір бәйге өткізіп берейін, машинесін қойып берейін. Бірақ дедім, ұсыныс енді осында көрме жасайық. Көрмеде өңірде қандай малдар бар, соны қойайық. Сосын кейін басқа жақтан мен қандай керек малдар әкелейін. Сөйтіп көрме қылып өтсек. Сол жерде ұлттық ойындар болсын.
Достар, артында тұрған жалауларды көрдіңіздер ма? Сол жерде ірі қаралар, ангустар, ақбас, герефорд, бүкіл мықты ірі қаралардың бәрі сол жерде орналасқан. Ал мінекей мына менің қасымда тұрған қойлар. Осы торларда Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген асыл тұқымды, мен деген фермерлердің алып келген тұқымдары көрсетуге болады. Мен осымен мақтанамын деген мінекей осы породалар. Мынау мінекей немістің етті мериносы, қазақша айтатын болсақ. Дойзе мерино флейшаф деген тұқым мінекей. Бұл таза ет бағытына арналған тұқым, жүні маржан, өте жақсы жүн береді сонымен қоса, бірақ өкінішке орай қазір тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде жүннің бағасы болмай отыр. Сондықтан да бұл қойлар таза ет бағытында өсіріліп жатыр. Суфолк F1 деген қараңыздаршы мінекей, бұл да таза ет бағытында өсірілетін қойлар, дене тұрпы шағындау келеді. Айтпақшы бұлар тез көтерілетін қойлардың бірі. Бұл да етті бағытында пайдаланылады. Жауырыны кең, әдемі порода. Жақсы ұстауға болады. Көрме деген ең бірінші, мысалы бүкіл Қазақстан бойынша қай бағытта жұмыс істеп жатқан деп анықтау. Содан кейін бір-бірімен біліммен бөлісу, малдарды көрсетуге. Сонымен тәжірибелі, яғни оның ішінде тек қана тәжірибе емес, ғылыммен бірге бір бағыттарды анықтауға. Содан кейін айтылады ғой, өзіңді көрсету, елдің малын көру деген сияқты бір-бірімен содан кейін танысып, білесіп, ол деген енді өкінішке орай ғылымдағы жүргендер көп жерде өз несімен бағыттағымен жүреді, шаруашылықтар тәжірибеде олар өз бағыттағымен жүреді, соларды бәрін ұштастырып, бірігіп, арғары жұмыстарды, осы негізі малдың сапасын дұрыстауға, селекциясын, технологияның, жаңағыдай шетелдіктерден айырмашылық, сондай үлкен мақсатында жасалады көрмелер. Көрмелер негізі жылына бір 2-3 рет жасалу керек. Әр аймақтардан енді келмейтін, бізде енді өкінішке орай көп біраз аймақтардан келе алмайды. Ол енді мал дәрігерліктің жағдайына байланысты оларға рұқсат бермейді. Содан кейін сондай болады. Мына қошқарларды қараңыздар достар. Бұл Қазақстанда 2023 жылы шығарылған мінекей Қадыр Алиев шаруа қожалығының жаңағы мақтанышы деп айтсақ болады. Мына қошқардың біреуі $100,000 тұрады достар. Естеріңізге сала кетейін. Енді мына қошқар элитный қошқар. Мысалы, бұның бағасы бұл айтқанда жаңағы улучшайтын қошқар. Бұның мысалы балаларының бәрі өте мықты жаңағы өсіп жатыр. Бұған қазір мысалы $100,000 деген сияқты сондай баға бұл қошқардың бағасы қазір. Мына қошқардың бағасы $100,000. Бір Джон Дирдің тракторы ғой, былайша айтқан кезде бір кішігірім, иә? Солай шығар, мен енді ол трактормен бағалап нетіп жатқан жоқпын. Мен енді оны ойымнан шығарып жатқан не емес, бұл еңбек, онан кейін бұл өзінің ұрпағын жақсы бере алады. Бүгін аукционда осы қошқар ойнатылады, $100,000-ға ала ма, алмай ма, қаншаға өтеді, оны да сіздерге көрсетеміз. Кеттік, жігіттер қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Аккаунтқа тіркелгенмін. Ой, бәрекелді. Музыканы қараңдар, қалай? Кім айтты сіздерге сельхозниктардың осындай жиыны қызықсыз өтеді деп? Музыкамен әдеттегідей бәрі жақсы ойластырылған. Бүгін мына жерлерде аукцион болады. Міне, көрермендерге арнайы осындай орындар жасалған. Осы Лепсі 2025 халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесінің үйлестірушісі, негізін қалаушы Бауыржан Оспанов ағамызбен сөйлескен кезде маған айтқан жан келді. Лепсіден кейін бұл жер таза табиғат, таза қалпында қалу керек. Бұл жерде қоқыс ештеңе қалмау керек. Сол үшін біз бәрін табиғи жасадық. Мына шөптер барлығы осы шара біткеннен кейін бәрін түгел алып кетеді. Осы көрме өткен алаңда мына темірлер ғана қалу керек деген. Көрдіңіздер ме? Ұстаным қандай, иә? Ал достар, мінекей бүгінгі ауыл шаруашылық көрмесінің жұлдызы мінекей қараңыздар. Ангус ірі қаралары. Жатсының өзі қараңыздар. Мені көрдің бе деп жатыр. Мынаны әдемілеп ракурс іздеудің керегі жоқ. Ангусты төбесінен түсірсең де, қырынан түсірсең де, астынан түсірсең де, қай жерінен. Ангус балшықта жатса да, боқта жатса да, ол ангус. Ол ангус өзінің бағасын қай жерде де жоғалтпайды. Қараңыздаршы, тұмсыған ілік болған темірдің өзі бір қыздың сырғасындай болып жараса қалған жоқ па. Кеттік, ары қарай барамыз. Міне, бұл жерде қазір сиырлар, ірі қаралар, бұқалар барлығы осы жерде орналасқан. Мінекей біздің қазір
мына қапталымызда Герефорд тұқымы, мына жерде мінекей Ангус. Енді кеше жаңбыр болды. Жаңбыр болып кішкене күн суығаннан кейін ірі қаралардың жағдайы жақсарып, біраз оларға бір рахат заман орнады деп айтуға болады. Ыстықты мал қатты ұната қоймайды негізі. Бұлар кішкене қоңыр салқында малдың мазасы кетпейді, шөлемейді деген сияқты тағысын тағы. Қазір енді көп мал бұл жерге алыс шақырымнан келгеннен кейін стресс алды, жолды көрді, сонымен кішкене малдардың бойынан күйзеліс байқалады. Мысалы қазір күз кезінде өткізіп, малдың бір күйінде тұрған керемет товарны бізге қазір оның генетикасы ең важна болып тұр. Сол үшін мен айтамын, мен мына малдың қазір түріне салмағына сонша қарап тұрғам жоқ. Мына уақытқа қазіргі мен 50-60 килограмм болып тұрған затты мен білем, күздің соңында бұлар бізде 85-105 килограмм барады. Қазір егезе төмен болды. Бірақ біздің оның генетический потенциалы да бұл жерде көбіміздің бәрі мамандар оны біледі. Сондықтан ыңғайсыз қолданысу уақыттың өзінде де өткізіп тұрмыз. Мінекей қазақы бактериан дейді, осы түйенің пародасы. Міне қараңыздар, осы тақтайшада барлығы түгел. Нөмірі, қайдан шыққаны, ауданы, бәр түгел ақпарат осы жерде жазылып тұрады. Яғни бұл малдың иесі бұл жерде тұруының қажеті шамалы жоқ деп айтсақ та болады. Келдің, көрдің, ары қарай кете бересің. Ой, бәрекелді, түйені қараңыздар, мінекей. Анау өлеңдерде бар ғой, маң басқан, шудаларын шаң басқан деген сияқты. Аян қараңыздар түйенің. Түйе көп машақатты қажет етпейтін, шөлге төзімді, қазақтың сондай бір ең еті нәрлі, еті әрлі, пайдалы, шұбатын ішсең ол да сусын, мінсең көлік, тағысын тағы бұл түйе. Тірі салмағы түйенің 951 килограмм, достар. Қараңыздар, қандай сабырлы салмақты. Ал арғарай баратын болсақ, тяжеловоз жылқылар ауыр салмақты жылқы тұқымы дейді. Достар, бізде енді осы тяжеловоз жылқыларды көбісі жақсы көреді, иә? Түріне қарасаң, денесі ірі, сұлу, әдемі көрінеді, бірақ бұл Қазақстанға бізге тиімсіздеу келеді, өйткені бұлардың тебіндеуі, өзін-өзі көп жарақаттайды, денесі ауыр ғой бұлардың. Сондықтан да бұның өзінің бір жаңағындай нелер бар, машақаттары бар. Міне, Новоалтай дейді, арғарай жүретін болсақ, небір жылқылар. Ал енді мінекей ең бірінші клеткада тұрған, отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын, біздің қазақ даласына әбден бейімделген мұғалжар жылқысы. Тірі салмағы 482 килограмм дейді. Ал арғарай жүрейік. Қандай сұлу, қараңдар. Қалай әдемі? Бота өте әдемі болады, достар. Кейбір тиктокта неде айтып отырмын, қыздарға прикол ұстап жүр ғой, бәрі әзіл қылып, иә. Бота көз деген қыздар, ботаның қандай болатынын қараңдар деп. Жай сөз оның бәрі. Қараңыздар, қалай әдемі. Көзі бұның, көзі мөлтілдеп тұрады. Кішкентай ғана өркеші, кішкентай құлағы, мұрны, қараңдар, сұп-сұлу өзі, әп-әдемі. Білесіздер ме, қазақ мысалға баласын орыстар солнце мое деп еркелетеді ғой, иә? Рыбка моя деп кішкентай балаларын, иә? Қазақтар қошақаным, балапаным, құлыным, тайлағым, сосын тағы не нәрсе, сөйтіп еркелетеді, малдың төлімен еркелетеді. Себебі неге? Олардың кішкентай кезіндегі түрі өте әдемі болады. Мысалы, бота сияқты. Қолым тістей алмай ма? Келе ғой. Достар, жалпы Лепсідегі атмосфера, Лепсідегі көңіл-күй, Лепсідегі жағдай мінекей осындай. Енді көп созбайық, ары қарай келесі іс-шараларды сіздерге көрсетейік. Достар, біз Лепсі ауылындамыз. Естеріңізге сала кетейін. Бұл жерде Лепсі 2025 халықаралық ауыл шаруашылығы саласына қатысты көрме болып жатыр. Керемет жоғары деңгейде жатыр. Елдің бәрі төменге қарай түсіп бара жатыр. Мен қайда кетіп бара жатыр деп ойласам, астында дегустация стейков болайын деп жатыр екен. Елдің бәрі сөйтсем стейк жеуге кетіп қалыпты мен үстінде жүрген кезде. Сосын тағы да бір айта кететін нәрсе, Лепсінің табиғаты әңгіме жоқ, сөз жоқ, өте керемет. Қуаныш, көрсетіп жіберші, мына жақта. Қараш. Сиқыр ғой, сиқыр. Кеткім келмейді мына жерден. Қол шайып аламыз ба? Конечно. Көрейік ал. Ірімшіктің дәмін көрейік бірінші. Супер, керемет дәм. Дәмі бірінен бір өтеді. Енді мұнан көрейін. Супер, Жаке, кел.
Достар, біздің ортамызда Жәнібек Кенжебаев. Жаке. Ассалаумағалейкум достар, бүгін көріспедік, кешеден бері. Көріспедік. Біз сені жоғалтып алдық. Жұмыс істедік. Қалай екен? Қайсысы ірімшік ұнап отыр? Порезать есть там где? Қалай? Керемет. Қайсысы ұнады? Қазір көреміз. Вообще, вот это вот. Это же у нас это? Міне мынау. Саған сол ұнады, иә? Жаке, сен шында да дәуісің бе әлде? Давай орын ауысайық. Осы тұра берейікші, ұнап кетті. Бір түрлі екен бүйтіп тұр сұхбат алған. Кенжебаев Жәнібек Болатович, біздің Дала кемптің құрылтайшысы. Мінекей біздің рахмет Жакеңе біздің компанияны рекламасын жасап, осындай атсалысып отқан. Енді достар, мына екі жігіт бізді қазір стейк сатып алып берейін деп тұр бізге. Я ма? Я. Не болды? Бізге Казбифтің өкілдері келіп айтып жатыр, кезексіз, очередсіз сіздерге ет дегустацияға алып бере аламыз. Бірақ енді қараңыз, біз қолданамыз ба, құқығымыз бар ма осындай? Қаншама адам келіп жатыр, шетелден келіп жатыр. Менен сұрашы? Сұрап тұрмын сізден. Өтер едім, кет. Құрметті көрермендер, ас болсын бізге. Бір лайктан қойып қойыңыздар, иә? Обязательно. Казбифтің стейктері әдеттегідей өте дәмді, сочный болады. Керемет, ә? Және жұмсақ. Жәнібек. Да, тоже занимаемся развитием КРС. Олар, иә? Откорм алмайды, Я жайылымдық. Достар, міне көрдіңіздер ме? Мал шаруашылығымен айналысатын кісілердің кездесуі міне осындай. Бірыңғай жұмыс туралы, мал шаруашылық туралы әңгіме, Малжан аман ба деп басталады. Лепсіге сіз қандай мақсатпен келдіңіз? Әлде мал алып келдіңіз ба? Жоқ, мен қонақ ретінде адамдармен танысып, информация алу. Жалпы қалай ойлайсыз болса, Лепсі сияқты іс-шаралардың мал шаруашылыққа үлесі қосар үлесі қандай негізі? Енді качественный производство, мал шаруашылық жақсарту, құмдар, асыл тұқымды көбейту, ет бағытына асыл тұқым көбейсе, жұмыс көбейеді, халыққа жұмыс қамтамасыз етеді. Сондықтан өміріміз жақсарады деп ойлаймын. Көп рахмет сізге. Достар, міне көрдіңіздер ме, Лепсі сияқты іс-шаралардың халыққа берері, шаруаларға берері өте көп. Мысалға, біз Астанадан 1800 шақырым жасап кеп тұрмыз. Сіздер тіпті алсыз. 3000-дей жасап кеп тұрсыздар. Қараңыздар ше? Иә. Мал әкелдіңіздер ме ше? Мәсән, газельмен 3000 шақырым жасап кеп тұр Бекең. Осы қатысу үшін, осы қазақты көру үшін, қандай деңгей, осында өзіміздің азаматтармен танысу үшін. Бұла қарасаңыз, осы үшін келіп отыр. Жаңа әлбетте сіздер сияқты азаматтарға ақпарат беріп деген сияқты маркетинг мәселесі қазір бүгінгі уақытта. Сен малың болса, ешкім танымайтын болса, кім сені таниды, кім іздеп келмейді, ауылы бір малың бар ма деген сияқты. Беке, мен түсінгім келеді, мысалға қазір енді қошқа 5 қошқарды алып келдіңіз ғой. Ол қошқалар осында қала ма әлде қайта алып кетесіздер ме, не істейсіздер дейсіз? Аллағасы енді негізі алып келгеннен кейін енді бізде санатын бір неміз бар. Басқа жаққа шыққаннан кейін мал қайтамен кіргізбеймін. Ветеринарлық қалу мен Аллағасы аукционға салам. Ең төмен дегенде шамамен қошқарларды қаншаға бағалайсыз? Енді 200-ден төмен болғыр деп ойлаймын. Одан бөте арашан дейді, тағы басқа нелер $40,000 алып жатыр, $40,000 бір қошқар алып жатыр да. Біз асыл тұқым өзімізге Еділбай 200,000 ол аз деп есептейді, былай қарасаң. Ол қанша жұмыс салынған, басаң ғылыми түрде қанша жұмыс істелінген селекция мәселесінде. Ол шыққан аз емес, бірақ өкінішке орай қоғамның өзі ол нәрсеге дайын емес екен де. Бірақ енді біз батыс жақта енді ол нәрсе кішкене дайын емес. Енді солтүстік Шымкент жақта кәдімгідей бұл жаңа бұрынғы олардың өздерінің хоббилары бизнеске айналып кетті. Бизнеске айналып кетті. Енді жамандамын келмейді, әрқайсысы өзінің саласында. Бірақ олардың малдары мысалы, жаңа Гесары болсын, жаңа Арашаны болсын, Еділбаймен бірге тең условияда болатын болса, ере алмайды Еділбайға. Еділбай сондай ата-бабамыз шығарған тұқым, ол суық болсын, жайылыс онша болмасын, өзінің күйін жоғалтпай, өзінің тамағын табатын мал. Жаңа бір қошқарды көрдік, $100,000 сұрап тұр. Оны мен білмеймін енді. Ол бұны хобби ғой енді. Бойы да, тұрқы да, кеңдігі де болу керек. Сол себепті біз осы параметрге келтіру үшін 20 жылдай уақыт жұмыс жасадық. Бұл қошқар жасанды қошқарлар емес. Бұл қошқарлар өзімнің қорамнан шыққан қошқарлар. Мен оған анық сенімді айта аламын. Сонда Байсары тұқымының негізін
шығарушы, негізін қалаушы сіз ғой, иә? Енді авторы болып отырғаннан кейін солай болып саналады ғой енді. Атты да өзіңіз қойдыңыз ба, Байсары? Байсары деген атты біз енді Жұмаділдаевтың Аржан деген азамат бар, доктор наук. Сол екеуміз ойластырып қойдық. Неге Байсары? Өйткені қазақтың ежелгіде осындай тұқымдас қойы болған. Соған өзіміз терең бұрынғы өзіміздің историяға қарап, содан сол өзіміздің қазақтың тұқымы болсын, өзі өзіне ат сай болатындай болсын деп соны қойдық. 100 мың долларға енді асыл тұқым Еділбайда алыншы 200 мың ары қарай көп берсеңіз жақсы болады, әме жоқ. Көп рахмет. Міне көрдіңіздер ме, жаңағы бізге Ерекең осыған қатысты өзінің пікірін айтқан. Біреулер болады дейді 100 мың долларға бір қошқар алады, біреу айтады дейді 100 мың долларға мен одан бәленбай аттар қоя алмаймын ба дейді. Әркімнің талғамы әртүрлі, әр шопан әртүрлі, әр шаруа әртүрлі жоспар жасайды. Бауыржан Кеңесбекұлы жалпы осы іс-шараны ұйымдастырушы, қазір мінекей Қазақстанда жасалған ірімшіктердің аукционын напомню, что казахстанские ученые, в лице наших ученых Ботагөз, потом Гаухар, 2 года как начали заниматься, в прошлом году мягкие сыры сделали. Сейчас сделали буквально месяц назад твердые сыры. Ботагөз, басталмай жатқанда кішкене бір-екі сұрақ қойып жіберсем бола ма? Бұл жерде қандай ірімшіктер түрлері бар? Бұл жерде біз бірінші рет Қазақстанда ғана емес, әлемде бие сүтінен және түйе сүтінен қатты сыр өнімдерін жасадық. Әртүрлі технологиямен, жаңа Бауыржан Кеңесбекович айтқандай, неше түрлі технология біз бұл енді экспериментальный казне болғасын, бәрін дорабатывать етіп Напоминаю, стартовая цена на все лоты $200, поскольку у нас мероприятие международное. Я рассчитываю на достаточно горячий аукцион. 250 у нас есть ставка. $350 девушка из Астаны. Раз. $350 раз. Мужчины, вы так готовы отдать девушке, либо вы проявляете свои джентльменские качества и уступаете ей? Вот так вот. Ворвался, вырвал, можно сказать, у девушки этот кусок сыра. $400 раз. Не успеваю я сказать. $450 раз. Вот уже становится интереснее. $450 раз. $450 два. $500 раз. Ворвался внезапно. $50, Георгий Исаевич, раз. 500. $600. Кто даст $600? Георгий Исаевич дает $600 за эту головку сыра. Фермеру дает 650. $650 раз. $650. Я вижу ставку $700. Мужчина в черном. Мужчина в черном делает ставку в $700. Судя по всему, это лидер нашего $700 000, сказал Георгий Исаевич. Готов ли кто-то перечить Георгию Исаевичу? Георгий Исаевич, $1000 раз. $1000 два. $1000 США. По курсу 520 тенге за доллар. 3. Продано. Аплодисменты. Поздравляем, Георгий Исаевич. Это первый сыр из верблюжьего молока. Мы делаем распаковку. Обещают поделиться с вами подписчиками. Где девушка, которая хотела? Девушка из Алматы, выйдите, пожалуйста, вперед. Как настоящий джентльмен, Георгий Исаевич разрывает сегодняшнее мероприятие. Бүгін жалпы открытый аукционға біз бірінші рет шығарып тұрмыз. Бізде ата-бабамыздан келе жатқан енді барлығы жаңағы түйе, бие, қойдың сүті енді бізде Қазақстанда ешкім өңдемейді. Түйе, биенің сүті тек қымызбен шұбат, неге қымызбен шұбат деп бізге сұрақ қойды. Сосын мен айттым, ағай, сізде сондай мүмкіндік болса, біз ғалымдар ретінде бізге де ол қызық. Біз осы өнімдерді жасап шығаруға біздің де қызығушылығымыз бар деп келістік. Содан Қонысбаева Гаухар Сапарғалиевна және мен біздер екеуміз
ғылым докторларымыз Гаухар Сапарғалиевна түйенің сүті бойынша қорғаған Казгуда кандидат биологических наук. Мен қазақ қойларының сүтін осы тағам өнімдерге өңдеу бойынша қорғаған докторлық жұмысым. Біз осы екеуміз білімімізді ұштастырып, осы Бауыржан Кеңесбековичтің қызығушылығы, сұранысы бойынша осы бие, түйе және қойдың сүті осы кісіде Еділбай ұстайды. Сондықтан Еділбай қой сүтінен осындай сыр өнімдерін тек қана сыр өнімдері емес, қатты сыр өнімдері, яғни ұзақ мерзімге дейін сақтай алатын. Соответственно, решили попробовать твердые сыры. Всего сделано где-то 34 или 36 видов сыров, но они дозреваются в винном погребе. Этот погреб почти 200 лет в Пугасовском доме. Основная масса дозревает, она должна до 6 месяцев, от 3 до 6 месяцев, будут участвовать в середине сентября в международном выставке во Франции. Монdiale формате в Париже. Так, теперь здесь чисто для пробы. Для пробы выставлено одно овечье из эдельвейской породы, второе кобыли и третье верблюжье. Это исторический момент. Буквально месяц назад, когда его делали, была делегация с Катара. Они за любую цену готовы были все выкупить. Но мы отстояли, чтобы это исторический момент. Пусть в Казахстане проходит, и кто пожелает, тот купит. Бірінші рет деп айтып жатырмыз. Себебі бие сүтінен осы күнге дейін әлемде сыр өнімдерін жасамаған. Сіздер біріншісіздер ме? Біз бірінші рет. Жер шарында бірінші рет? Жер шарында бірінші рет деп біз ашық айта аламыз. Себебі біз олай айту үшін бірінші біз әлемдік интернет желісі, қазір барлығын интернет желісінен де патентный бюро дейді, соның барлығын іздедік. Сыр өнімдері алынбаған. Тек биенің сүтіне ұқсас келетін ешектің сүтінен Сербияда жасаған, ол кезінде енді ол лабораториялық жұмыстар, тек ол кезде олардың өзі есептеген 1 килограммның өзі, ешектің сүтінен сырды 1500-2000 евро тұрады 1 килограмм. Қымбат, е? Қымбат, өте қымбат. Себебі ол биенің сүті, ол сыр жасауға арналмаған сүт болып есептелінеді. Ұю қабілеті жоқ десек болады. Ұю қабілеті жоқ. Оған 1 келі сырды алу үшін 40-50 литр биенің саумалы керек. Қазіргі күні саумалдың 1 литр 1000-1500 теңге деп есептеген өзінде, оған тек біз көруге, ода ешқандай қазір гарантия жоқ, ол шыға ма, шықпай ма да, 1 келі алу үшін сен 70 мың, 75 мың, 80 мыңның сүтін қолданасың. Оған саған ешкім гарантия бермейді. Біз осылай қаншама рет қайталау арқылы осы өнімді алып отырмыз. Қолымыздың бәрінде камера, енді құрметті көрермендер, айып етпейсіздер. Мен қасымда қазір Жәкең тұр, Жеңіс мырза. Бұл кісі бізге дала кемпке келуге, жаңа дала кемпке қатысқан. Жәкең аукционға 1 рет қатысты, бірақ біріншісі кішкене жол болмай қалды, иә? Енді біз Еділбай қойының үстінен жасалған жаңағы сырды алғымыз келіп тұр. Өйткені өзіміз қой бағамыз, басқа қыламыз. Біріншіден біз жалпы өндіруші ел болу керекпіз. Сол үшін өзіміздің өнімдерді өндіруге біз қолдау білдіру керекпіз. Бір жағынан мен қойдың сүтін біз ішіп үйренбегенбіз ғой енді. Оның сауғанын, еще оның сырын сразу дәмін көрейік деп едім. Сол үшін мен бағана $2000 дейміз бердік қой жаңа. Неге, сосын ал енді тағы да біреу бар, соны қазір ойнатайын деп жатыр, қазір көреміз, бұйырса аламыз. Қазір қалай енді қаншаға дейін барам деп отырсыз, мысалы шамамен? Патолог 2000 деп қойма. Білмейміз қазір, оны сауда ғой. Сауда, қазақ сөз бар, сауда сақал сипайған ішті. Кімге бұйырады, сол болады, қазір көреміз. Ал сізге сәттілік тілейміз, бақылаймыз сізді. Рахмет. Зафиксируйте всех, кто приобрел и за сколько. Потому что мы собираемся книгу издавать, мы тогда так договорились. И эти люди войдут в эту книгу. Итак, друзья, остался последний из лотов на сегодня. И это сыр из овечьего молока, который тоже хранился в меде, был упакован, был произведен. Это из овечьего молока, если я правильно понимаю, едельбайской породы овец, либо... Едельбайский пород, который хранился в липсийском меде.
Потагос, подскажите мне стартовую цену на этот лот. Здесь 2 килограмма, из-за этого старта. Это самый крупный лот на сегодня. До вот этого Қойдың үсті момента 300 доллардан кетті. возможность 300 за доллардан. 300 долларов приобрести аж 2 килограмма Ал, Жакен кетті. произведенную из овечьего молока. Итак, первоначальная цена 500 долларов, сказал Максут, не могу его не пропустить. Может быть, 550 вы готовы сказать? 600. 600, тоже правильно. 600. Дархан, я что-то видел Жакен движение қазір руки. 600. 700 долларов, сказал 700. Дархан. Вы его знаете как мужчину в джинсовом костюме. 700 долларов раз. Андрей Владимирович, 700 долларов два. 750. 1000 долларов раз. 1000 долларов два. За 2 килограмма. 1200. 1200 долларов раз. Жакин 1200 деді. 1300 долларов от Андрея Владимировича. Раз. Наш жақтан біреу другой 1300 доллар друг, деп ұсынып отыр. товарищ и коллега Андрей Владимирович готов сделать такую ставку. 1300 долларов раз. 1400 долларов. 500. 1500 долларов раз. Андрей Владимирович, ну вы понимаете, люди тут серьезные собрались. 1600 Жаке, долларов. қалай, сказал мүмкіндік бар деп Андрей ойлайсыз ба? Владимирович, раз. Мүмкін бар ғой всегда. 1600 вы готовы поучаствовать дальше? 1800. 1800 долларов раз. 2000. 2000. Одновременно ставку поставили. Две. Кто больше? 2000. Вы там хоть на пятерых делите. Главное, чтобы две вот тут в кассу было. Жаке, не істейміз, Я жібереміз ба? напомню, 30% денег будут 2200. 2200 долларов. 2200 доллар Жаке. Бородой. Жакин әбден енді нағыз Жаке Может сіз быть, поэтому уже он неге кушал кеткен когда-то сияқтысыз сыр и анда вабанк готов делать такие хорошие, 2000 деген красивые негізі Жаке. ставки. 2200 долларов. Раз. 2200 долларов. Два. 2200 долларов. Три. Просто цену. Жеңіс, мен сол Жеңіс, ескілерді, қызылордадан келдік. Біз қойдың сүтін ішіп көрген жоқпыз өзіміз. Маған қызық болды, оны сыр қандай болатыны. Сол үшін біз сырдың дәмін көрейік. Тем более біз жалпы өндірушілерді қолдау үшін, өзіміздің елдің өнімдерін шығару үшін. Тем более здесь 2 килограмма. Могу поделиться, килограмм стоит 2000 долларов. Это действительно, я хотел бы отметить, что сыр Жеңіс мырза еділбай қойдың сүтін істелген ірімшікті 2200 долларға аукционнан ұтып алды. Бәрекелді. Құттықтаймыз, қазір қасына барамыз. Я поздравляю всех участников аукциона. Жаке, құтты болсын. Рахмет, алдым. На общую сумму порядка 10 тысяч долларов. Еще 2 килограмм алып, жұрттың бәрі 1 килограмм алып отыр ғой. Иә, сіз ұттыңыз. 2000 долларға 1 килограмм алып, а мен 2 килограмм алдым. Достар, Жакин неге саудада бизнесте жүрген жігіт. Килограмм стоит 2000 долларов. Достар, мінекей осы ірімшік жаңағы 2200 долларға сатылған. Дәмі керемет. Аукцион қалай, көңіліңізден шықты ма? Шықты. Соншама еңбектің арқасы. Айсұлу тәте қайда? Қойдың үстін сауған. Айсұлу тәте, интервью береміз, бері келіңіз. Достар, Еділбай қойының ірімшігі керемет, тәтті екен, иә? Еділбай қойының ол сүтті біз неге килограмм деп қойдың үстіне есептейміз. Себебі оның майлылығы жоғары. Ол қою болғандықтан оның сүті өз сондай болады. Сондықтан килограмм есептейміз. А мына кісі біз осы технологияны жасап шығару үшін сол Еділбайдың сүтін қасықтау сауып жинап берген бізге кісі. 78 литр Еділбайдың сүтін маған бір айда жинап 15 күнде әкеп берді. 78 литрді 15 күнде жинап, қалай сауса да 15 күнде жинала ма? Бір сауғанда қанша береді неге шамамен? Бір сауғанда біз где-то 60 қой саудық. 60 қойдан күніне 4,5-4 литр сүт беріп отырды. О, бәрекелді. Мына қараңыздаршы, мына жерде ең маңызды сәт, достар, мінекей Жакин қазір 2200 долларды санап Ботагөздің қолына табыстайды. Ботагөз шыны керек, мысалы Астанада жүргенде, қалада жүргенде, магазиннан 20 мың теңгенің, 10 мың теңгенің, тағы да басқа 30 мың, 50 мың теңгенің сиырларын алып жүрміз ғой. Енді 2000 доллар тұратын сиырды көбірек жеп алайын, бола ма? Құрметті көрермендер, отандық өнімді қолдаңыздар. Ботагөз ханым, сіздерге көп-көп рахмет. Сізге және сіздердің командаларыңызға, Бауыржан Кеңесбекұлына мол рахмет. Отандық өнімді ұйымдастырып, осындай кең дәрежеге шығарып жатқандарыңыз үшін. Рахмет. Және де бұл тек басы деп ойлаймыз.
себебі біз оны басқа ғалымдармен бірге отырып жаңа патент алғаннан кейін әрі қаратай дамытып, бізде қазақта қазір ет өнімдері бар, мысалы құрт өнімдері бар да, қазақтан шығып жатқан мына жерде мысалы Лепсіде бал өнімдері өте өзінің әрбір өңірдің өзінің бренді. Қазақтың осы сүттен әлемде бірінші болып осындай өнімдер бренд жоқ. Сондықтан біз премиум класс дейді ғой, премиум класс осындай өнімдер шығарып, оны әлемге паш етіп мақтанатындай сондай дәрежеге жеткіміз келеді, және сол үшін біз осы күні кішкентай қадамдармен сол жұмыстарды жасап жатырмыз. Достар, бүгін Лепсінің екінші күні. Лепс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Кеше көрме болды, стейктен дәм таттық. Сонымен қоса тағы да не болды? Жалпы біраз іс-шара өтті кеше. Сиырларды көрдік, бұқаларды көрдік, қойлардың түрлі породаларын көрдік деген сияқты. Енді бүгін Лепсінің екінші күні, міне қазір басталып жатыр, адамдарды бастары көрініп тұр. Бізді байқадыңдар ма деген сияқты жерден қылтиған, қарайып тұрған адамдарды көріп тұрмыз. Бүгін қазақ ойындар болады, оның ішінде бәйге болатын 100%. Ары қарай қызық болады, себебі аукцион болады бүгін, ең бастысы. Аукционда кешегі $100,000 сұрап тұрған қошқарлар шынымен де $100,000 өтеді ме, қалай болады, соның барлығын бүгін көреміз. Міне біз қазір көрме алаңына келіп тұрмыз қазір. Бізбен бірге болыңыздар. Айтар көрсетер нәрсе өте көп. Достар, біз қазір көрме алаңында отырмыз. Елмираны әңгімеге тартып жатырмыз. Елмира айтады, мен әлі дайын емеспін, ыстықтап тұрмын, можно потом деген сияқты нәрселер. Қалай болып отыр? Керемет. Көңілде шығып отыр ма? Иә. Сізге жалпы именно қай бағыт, қай не ұнап жатыр? Бәйге ме, аукцион ба, көрме ме, немесе дегустация? Дегустация күшті өткен болатын. Қайсын жедіңіз? Метпен сыр жасалған ғой, соны жеп көрген. 1 миллионның сыры, иә? Кешегі? Иә. Аукционда ойнатылған, иә? Оны мен де жедім, бүкілін жедім. Күшті біз тегін жедік. Елдер 1 миллионға сатып алды оны. Бәйгеше, бәйгеге бардыңыз ба? Иә, жаңа болды. Лепсіге келмеген кісілерге не айтасыз? Қалай ойлайсыз, келуге оларға стоит па, әлде не стоит па? Стоит, конечно, стоит. Конечно, стоит. Бізде текен-теке 1800 шақырым істеп келдік па? Бізде сол үшін келдік. Үшінші орынға ілінген КХ болашақ. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз осы жаққа Лепсі 2025-ке қатысуға келіп тұрық. Ақтөбе облысынан, Қабда ауданы Қаремер ауылынан. Шаруа қожалық болашақ 2016-тан бастағанбыз. Қоймен айналысып. Достар, Ақтөбеден 3000 шақырым жол жүріп келген Ерік Мырзаның қошқарлары 3-ші орын жеңіп алды. Құттықтаймыз. Сол жақтан жол жүріп келген деген еңбек ақталды деп ойлаймын. Қалай болды? Құтты болсын 3-ші орын. Рахмет. Көңіл толды ма? Енді Аллаға шүкір, осы төрелер дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Қаншадаймен төре болғаннан кейін оларға сенеміз ғой енді. Сол бағаға бергеніне шүкір етеміз. Аллаға шүкір бірінші мәрте шығып тұрық негізі. Қанағат, алхамдулилlah. Бірақ әлде де біз бірінші орынға сайысқа қатысамыз, келешекте дайындаламыз нақты. Қандай критерийлер бойынша анықтайсыздар бірінші орынға? Біз енді критерий бойынша өзінің Еділбай породасының параметрлері бар. Соған байланысты, сол параметрлеріне байланысты оценка жасадық. Экстерный потенциалы қандай болады, содан кейін өзінің денемітінің жобасына қарап, соған оценка бердік. Сол себепті мына біздің ұтқан осы жүлдегер хозяйстволарымызда сыйлығымыз да бар. Қазір сол сыйлығын 380 тысяч вы готовы заплатить за баранчика? Енді ол ақшадай сыйлық болады. Я правильно вас понял? Мінекей достар, бұл көрмедегі әр қошқар осындай талаптар, осындай шарттар бойынша анықталып жатыр. 380 тысяч тенге. Прошу приготовить вас свои карточки, потому что мы начинаем. Итак, стартовая цена 450 тысяч тенге. Кто готов предложить 450 тысяч тенге?
за этих прекрасных животных. Номер 4, 450 тысяч тенге, раз. 450 тысяч тенге, два. Кто-нибудь еще готов ворваться? 480 тысяч, раз. 480 тысяч, раз, я сказал уже. 480 тысяч, два. Я не могу дальше затягивать. Кто готов сделать ставку? 480 тысяч тенге продано. И как вас зовут? Ассаламу алейкум. Как называется ваше хозяйство и сколько у вас поголовья? Поголовья нет, вот трех начнешь. Это отличное начало. Начинать нужно с шикарной генетики. Вот это уровень. Учитесь, учитесь. Начинать надо с лучших. Вчера, получается, нам предлагали каждого по миллиону из них. За 3 миллиона, вот 3 головы я торговался, они нам не дали. Сегодня через аукцион за 484 головы. Итак, следующий лот, который должен готовиться, это 3 головы. Новый шаг нашей индустрии в Казахстане, чтобы приобретать такие эксклюзивные товары. Аплодисменты, друзья! Ай, спасибо, спасибо. Баранчики выходят, немножко стесняются. Енді қойды қазір басқа жерден аламыз, егер бай тұқымында өді 3 типі бар. Қойды да аукционнан аласыз. Қойды да через аукцион. Хотел бы. И вот впервые они заняли почетное 3-е место на выставке в Липцах. Они уже вошли в историю. У вас есть шанс получить себе не просто генетику, а именно призовую генетику. 750 тысяч стартовая цена. Кто готов приобрести баранчиков за 750 тысяч? Номер 4. Номер 4. Я вас правильно понял? 750 тысяч тенге, раз. 800 тысяч тенге, раз. 800 тысяч тенге, два. 800 тысяч тенге, три. Продано. Поздравляем с покупкой. Авоколь Агро, судя по всему, решила приобрести себе этих баранчиков. Почему ваш выбор пал именно на актюбинскую генетику? Что в ней особенного? Ну, здесь нету крови Берликовского, вот поэтому нам интересно сейчас попробовать. Вы хотите прилить, получается, новую кровь, не допускаете кровосмешения, действительно для того, чтобы потомки были как можно более здоровыми. Спасибо большое. Поздравляю вас с покупкой. Браво, браво. Самая крупная покупка за сегодня. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Осы біз Ақтөбеден осы аймаққа келіп, осы фермер ру арқылы жаңағы қарап, ақпарат алып, бір жағынан өзіміз сайфта сүйіктеп, осы Лепсіге келіп отырық. Неке кеше ғана айтып отыр едіңіз, алып келген қойды алып кетуге болмайды. Осында қалдырған дұрыс қой, шама келгенше деп отыр едіңіз. Ja аукционда шығып сіздің алып келген қойлардың сатылымында сатылды. Бағасы қаншаға кетті және көңіліңізден шықты ма? Енді алхамдулилла көңіліме шықты, енді 800 мыңға кетті. Жаман емес. Енді қалай болса да басқа жаққа келіп жатқанда өзіміздің аймағымызда, өзіміздің елімізде қалып жатыр. Маған бір жағынан өзіме де қызық, менен шыққан қошқар, сатып алған адамдар ары қарай төлдері қандай болады, әлбетте біз байланысты боламыз. Мен өзіме сараптама ретінде солардан шыққан төлдер қалай болатын нетіп отыруға, бақылап отыру, сол ол да бізге маңызды. Өткені құрт несі қандай, жемісі қандай, сол білу үшін өте жақсы. Өткені алғандар негізі бұл салада мамандар бар, ойлаймын, толық маған ақпарат береді деп өзіме жақсы бір шешім қабылдауға, келешекте қай бағытта жұмыс жасау керек екен, бізге біраз ақпарат беріледі негізі. Бес қой қойсыз, иә? 5 қошқар. 5 қошқар сізде 800 мың теңгеге сатылды. Құтты болсын. Достар, Лепсі 2025 халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесінде марапаттау рәсімі жап-жаңа бәйге аяқталды. Сонымен қоса палуандар күресі аяқталды. Бәйгеден бірінші келген жеңімпазды қазір марапатын беру үшін Шавкат Рахмонов шығып жатыр. Қараңыздар, қандай көрініс болып жатыр мына жақта.
Қасым. Аға, ассалаумағалейкум. Сіздер бірінші келдіңіздер ме жаңа? Иә. Бәйге құтты болсын аға. Қалай болды? Жарыс жолы қалай болды? Шабандоз қалай сезінді өзін? Енді ең біріншіден осы бәйгені ұйымдастырып жатқан өзі Бауыржан ағамызға ең біріншіден үлкен рахметімізді, алғысымызды білдіргіміз келеді. Қуанышымыз шексіз. Аллахтың жәрдемімен атымыз бірінші келді. Құдайсыз қорайсынбайды дейді. Бізден әрекет, берекет Аллахтан. Рахмет. Қай жақтан келдіңіздер? Мен Сарқан аудан, Сарқан қаласынан келдім өзім. Осы облыстан ба? Осы облыс, иә. Жүлдені көрсетіп қояқшы, мінекей. Достар, мінекей, ат жөніңізді айтып қойыңыз аға. Астыңызда Сайгүліңіздің аты, Шабандоз баланың аты, бәрін түгел бүгін Қазақстан көрсін. Ат жөнім Есіркегенов Шалқар Болатұлы, Сарқан қаласынан, Жетісу облысынан келіп отырмыз. Шабандоздың атақты Шабандоз Жакен ағамыздың немересі Азамат деген Шабандозымыз осы атпен үшінші рет шауып отыр. Жеңіс құтты болсын аға. Иә, тұлпарларыңыз бәйгенің алдынан келе берсін. Достар, мінекей, бүгінгі көңіл-күй, бүгінгі атмосфера осындай өте қызу. Сіздер жаңа Шабандоз ба, үшінші келген ба? Ат жөнің кім, бауырым? Ат жөнің кім? Жарахмет Әмір. Ай, бәрекелді, Әмір, жарайсың. Біз сені қолдадық, біз саған дауыс бердік. Үшінші келдің. Негізі жарыс жолы қалай болды, Әмір? Жарыс жолы жақсы болды. Атым бәрі жақсы болды. Концовкадан атым дағания сәл жетпей қалды, әйтпесе. Екі қырғыз алдым жауып кетпегенде бірінші орын келуге шанс бұйырғаны жай үшінші орын болды осы. Бәрекелді, міне көрдіңіздер, бұл жерде жалпы атқа байланысты емес, бұл жердің өзінің стратегиясы да бар. Алдымда әттең екі ат қысып кетпеген кезде мен бірінші келер едім деп Әмір мінекей өкініп тұр. Достар, бұл 2025 Лепсі халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі. Мінекей бүгінгі атмосфера, бүгінгі динамика, бүгінгі көңіл-күй осындай болып жатыр. Ай, бәрекелді. Ей, жарайсың, Шабандоз. Сағыңсын басын, жігіт. Аға, бәйге жақсы өтті ме, негіз қалай болды? Иә, өте керемет өтті. Енді мынандай ыстыққа неге қарамай, 25 шақырымға шабу оңай емес қой енді. Жас кішкентай балалар өте керемет. Мен ойлаймын, күзгі кездерде уже 36-ға, 32-ке де шабады бұлар. Болды аға, рахмет көп-көп сізге. Достар, өте маңызды сәт. Себебі қазір алаңға, аукцион алаңына Ангус бұқасы шықты. Бұл бұқа кеше Лепсі 2025 халықаралық мал шаруашылығы көрмесінде чемпион атанған. Қазір бұл бұқаның бастапқы бағасы 1.200.000 теңге деді. Кім алады екен, кім көп баға ұсынады екен, қазір сәлден кейін көреміз. Қараңыздаршы, бұқаның тұрысының өзі, пошымының өзі көз тартып. Итак, мы начинаем. Я напоминаю, друзья, что только что мне сообщили, что шаг по этому животному будет 500 тысяч тенге. Право. Аукцион қызып жатыр қазір. 2 миллиона 200 тысяч тенге. 2 миллион 200.000 теңге. 2 миллиона 700 тысяч тенге. 2 миллион 700.000 теңге достар. 2 миллиона 700 тысяч тенге. Раз. 3 миллиона 200 тысяч тенге. Раз. Вот это бык улетает быстро. Вот это похоже на рекорд. 3 миллиона 200 тысяч тенге. 2. 3 миллиона 200. 3 миллиона 700. Я напоминаю, шаг у нас составляет 500 тысяч тенге. И этот бык может быть продан за 3 миллиона 700 тысяч тенге. Если никто не перебьет ставку. 3 миллиона 700 тысяч тенге. Раз. 4 миллиона 200 тысяч тенге. Раз. Я помню, как однажды был куплен бык. Даурен, напомни, за сколько был продан бык в Петропавловске в 2023 году, по-моему. Да, в 2023 году бык КТ Мамбетов был продан за 2 миллиона тенге. И, кстати, этот же покупатель, кто купил, он хочет этого быка забрать. Он тоже здесь на аукционе. Напомните, какая была ставка? 4 миллиона 200 или 4 700? 4200. Хорошо. 2 200.000 теңге қазір. Осы анау 4 миллиона 200 тысяч аукциондағы бағасы. Тенге
3 продано. Поздравляю вас с покупкой. Чемпион, бык по кличке Маркиз, возрастом до 18 месяцев в Соне. Лепсы 20-25 за 4 миллиона 200 тысяч тенге. И я не могу не подойти лично, не поздравить вас с покупкой. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и почему вы решили приобрести быка именно этой генетики. Американская порода. Как думаете, в вашем регионе, как адаптируется этот бык? Очень хорошо, я держу, трусиголовку. Еще раз поздравляем нашего гостя из Елимай Кокпикты с победой. 4 миллион 200 мың теңгеге За 4 миллиона 200 тысяч тенге был продан последний лот. 4 миллион 200 мың теңге тұратын бұқа әне кетіп бара жатыр достар. Мінекей. Ангустың бұқалары осындай баға тұрады. Мал шаруашылығымен айналысыңыздар. Мал шаруашылығында ақша жоқ дейтіндер, мал шаруашылығында табыс жоқ дейтіндер мінекей көрдіңіздер ғой. Бір бұқа 4 миллион 200 мың теңгеге сатылды да кетті. Дайындық қалай болып отыр аға? Енді барынша көреміз енді бағымызға. И последний лот это 4 баранчика черной масти. Өйткені баға үлкен. Бір жасар қошқарлар. Қозы тістер бұлар бір жасқа енді деп отыр. Соларды біз қазір стартовочный 500-ден бастаймыз. Кешегі анау 100 мың доллар тұратын қошқарлар ше. Оларды шығармайды енді аукционға жиналған халықтың алатын шамасы 7 километр сияқты. Сауданың ақырын байқап көреміз. Ну, пока я вел, пришла дополнительная информация, что заводчики породы Байсары готовы продать своих производителей, но за очень серьезные деньги. Я надеюсь, здесь собрались серьезные люди. Хозяйство КХ Кадыр Алиев из Карасайского района Алматинской области привезли баранчиков с начальной стоимостью 500 тысяч тенге. Жаңа мен айтып кеттім, бұл деген жаңадан шығарылған қой тұқымы Қазақстанда. Итак, может быть, кто-то готов сделать ставку. Стартовая цена за кошкара производителя. Какого возраста этот кошкар? Это годовичок. Годовичок, давайте будем честны, значительно превосходит своих сверстников, которые до него находились в этом ринге. Я думаю, 500 тысяч тенге не такая уж и большая цена ради того, чтобы поддержать отечественное производство, потому что эта порода является продуктом отечественной селекции. 500 тысяч тенге, как вы думаете, много это или мало? Готов ли кто-то сделать ставку? 500 тысяч тенге, кто готов? Поднимайте карточки, друзья, либо не по карману вам такие бараны-производители. Ничего страшного, ничего страшного. 500 тысяч тенге, кто готов сделать ставку? Может быть, с этой стороны кто-то из незарегистрированных хочет ворваться в ринг? Коллеги, вы когда машете номерами, мне кажется, что вы делаете ставку, а вам просто жарко, да? Все понятно. К сожалению, сегодня не нашлось покупателя на этот уникальный товар, штучный товар, но будем надеяться, в скором времени порода Байсары получит заслуженное признание, и аукционы по этой породе с каждым годом будут все более и более энергичными. Давайте поддержим их аплодисментами. Первый блин комом, но дальше будет только лучше. Спасибо большое. Осымен аукцион Еділбай қой тұқымны жана Байсарының аукционы бітеді. Барлығыңызға көп рахмет. Былай жасайық, 2 жасар біреусін шығарайық, соны көрсін, хотя бы соны 2 жасар біреусін. Соны болса болады, болмаса тағы көріп. И его начальная цена, друзья мои, вы не думайте, что она будет ниже, не думайте, что заводчик КХ Кадыр Алиев сделал выводы и решил снизить цену. Нет, за этого барана возрастом 2 года заводчик просит стартовую цену в 1,5 миллиона тенге. Это 3000 плюс-минус 3000 долларов по сегодняшнему курсу. Біздің қасымызға осы қошқардың иесі керек. Құрметті көрермендер, енді бәріміз де осы жерге қой сүйер көрермендеріміз ғой. Бәріміз де шаруашылығымызды ұстап отырғаннан кейін бұл қазақ еліміз қандай қой саласында мықты бір пароданың біреусін жаңадан шығарып жатырмыз. Жұмаділдаев Нұржан ол кісі айтып кетті. 23 жылы ноябрь айында осы жаңа порода шықты. Соған енді менің қожалығым осы пароданың статусын алып
қазір племенной статусы бар. Енді өздеріңізге бір ауыз көрсетіп кетейін деген ниет, осыған көріп өздеріңіз көздеріңіз тоятындай болсын деген ниет болып отыр. Өздеріңіз оценкасын бере жатарсыздар тағы да. Мына ұйымдастырушы Бауыржан Кеңесбековичке көп рахмет. Осының бәрін сіздерге, көрермендерге ұйымдастырып, осының бәрін қандай мысалы керемет бір баяғы Совет өкіметінің кезіндегідей жаңағы сабан той дейді, содан кейін мына қойшылардың слеті дейді, сол сияқты бір керемет той жасап жатыр. Сіздерге көп алғыс. Аман болыңыздар, берекелі болсын қожалықтарыңыз. Осындай достиженияға жете берейік бәр хозяйство. Сонау Оралдан келіп жатыр, жігіттерге де көп рахмет. Өздерінің барын көрсетіп жатыр. Бізді қазағымыз байи берсін, дами берсін, өсе берсін деген келеді. И как я уже сказал, стартовая цена за барана производителя Кошхара породы Байсара составляет 1,5 миллиона тенге. Кто готов сделать ставку? 1,5 миллиона за новую породу, выведенную в независимом Казахстане. Это не так уж и много. У вас есть возможность стать владельцем новой перспективной генетики, которая будет способна вывести ваше животноводческое хозяйство на новый уровень. Эта порода была выведена при участии ученых наших казахстанских, принимая во внимание погодные условия всего Казахстана. Как вы думаете, для какого региона Казахстана эта порода наиболее подходящая? Вообще, эта порода, тип называется джитсуский тип. Это не только джитсуский регион, это северный регион. У меня покупали. Она быстро адаптируется и бесприхотлива. И вот сейчас вы знаете практически все о новой породе Байсары, которая была выведена в Казахстане. Двухгодовалого. Сколько овец готов покрыть этот баран-производитель? Подскажите, сколько овец готов покрыть этот баран-производитель? Что он физически может? У нас это все было рассчитано в Советском Союзе, поэтому один баран-производитель до 50 овцематок покрывает. Это за месяц. За один месяц этот симпатичный Кошхар готов покрыть 50 овцематок. А это больше, чем одна в день. Если быть точным, это 1,7 овцематок в день. Хотя бы одна эта его работоспособность уже стоит запрашиваемых денег. Итак, мы начинаем аукцион. Вы знаете абсолютно все и готовы принять решение. Кто готов поддержать отечественное овцеводство и дать за этого барана-производителя 1,5 миллиона тенге? Я думаю, вот эта девушка хочет, да, поднять? Да, девушка так мечтательно смотрит на этого барана, и я ждал от вас первой сразу ставки. Испугалась, что-то это бросила. Да. Ну, видимо, для девушки это немножко тяжеловато, а вот, может быть, кто-то хочет подарить девушке этого барана-производителя, чтобы она так мечтательно не смотрела на небо. Друзья, давайте активизируемся. Я помню, в 23-м году здесь на аукционе была жаришка такая, что бараны уходили и за миллион, и за 2 миллиона тенге, а здесь всего лишь 1,5 миллиона тенге. Итак, мы начинаем. 1,5 миллиона тенге. Кто готов дать? Раз, два, три. Өкінішке орай, никто не готов был поддержать наше отечественное животноводство, но тем не менее, вы проделали огромную работу, поэтому ждем вас на новых выставках не только здесь, но и по всему Казахстану. Спасибо большое. Мен айтам, халыққа да көргенге дұрыс қой, енді бір сондай не жасауымыз керек қой. Парадалар шығу керек, даму керек. Будет выставлена на торге две головы ахалтекинской породы. Вот мы начинаем, там уже ребята, я так понимаю, пошли выводить лошадей. Ахалтекинская порода является характерной породой для выносливые, красивые, грациозные лошади. Были выведены здесь уже. Бірақ мына сіздің бүгінгі осындай істеп отқаныңызда біз кеп көңіліме көтерейік хотя бы деген сондай ниет болды. Сол үшін біз басқа пародалардың бәрін қойып отырмыз ғой. Так, друзья, не расходимся, сейчас ждем лошадей. Ал енді на покупателя өздері жыл бойы шығып, ана тек хозяина зовут Төрегелді. Даже дорпет шығармаймыз, көрдіңіздер ме? Раскручен. Мынандайды біліп, ақырын таныстыра беру керек, да? Народной селекции на территории современного Туркменистана. Животные очень грациозны, шикарно держат жару, являются усладой для глаз. Ерік аға, екі Қошқар шығардыңыз. Біреуі 500 мың бастапқы баға, біреуі 1,5 миллион. Бірақ өкінішке орай сатып алушылар табылмады. Неге деп ойлайсыз? Бұл енді ол әлі танымалы болмай жатыр көпшілікке. Ол бір, екіншіден
бұл жерге жиналған көрермен қауым, қатысып жатқан қауымда ондай ақшаға дайын емес. Менің міндетім бұл жерге келгенім біздің отечественный өзіміздің брендті поддержать ету үшін. Екіншіден біз Бауыржан Кеңесбековичтің енді соншама осындай шығынмен үлкен слет ретінде, көрме ретінде өткізіп жатқаннан кейін біз соны тек поддержать етуіміз керек болды. Қолдау ретінде, ол кісіні қолдау ретінде келіп, осы жерге қатысып жатқанымыз да сол. Енді бірақ іште бір әттеген ай деген бірдеңе қалып кеткен жоқ па? Ондай ешшеке қалған жоқ маған. Әттеген айда. Өйткені біздің халық оған әлі дайын емес. Сол ғана. Былай мен ол сатылмай қалды менің қошқарым деген ондай әттеген ай деген жоқ. Ұстағаннан кейін сапалы мал ұстайтындай болуымыз керек. Жаңағыдай майда шүйде ұстағаннан гөрі біз ірі мал ұстауымыз керек. Тұқымды, асыл тұқымды. Таза тұқымды ірі мал ұстауымыз керек. Одан кейін бұл жаңа маған сұрақтар қойылып жатыр. Бұл тебеневка жасай ала ма, пістенгені. Оның бәрі менің хозяйствомдағы малдар, оның бәрін өткен. Қысы, жазы жайылымда. Тебеневканың бәрін қыстай жайылып шығатын малдар. Бұл Еділбайыңыз қалай жайлады, бұл да солай жайлады. Кем емес. Кем емес. Жақсы, алдағы уақытта енді Құдай қаласа ел білгеннен кейін жағдай басқаша болады деп ойлаймын. Сенімдімін. Соған халықтың жағдайы жететіндей халқымыз бай болады деп соған сенімдімін. Сөйтейік. Достар, мінекей жаңа ғана Ерік ағамызбен әңгімелестік. Әрине, өкінішті бұл қошқарларға көз салған көрермен көп болды. Көп фермерлер келіп қарады, қызықты, мәна не деген үлкен қошқарлар деп айтып кетті, бірақ өкінішке орай қошқарлардың саудасы бүгін келмеді. Байсары қой тұқымы келешекте мүмкін Еділбай сияқты, Гисар сияқты аты елге жайылып, саудасы жақсы жүріп кетер. Кім біледі? Оны алдағы уақыттың еншісіне қалдырдық. Сөйлеген Қараторғай, Дала Кеп YouTube арнасы. Сау болыңыздар.